Қымыз мұрындық қыстан аман-есен шыққан елдің жазға салым бие байлап алғашқы қымыз ішетін мерекесі. Еліміздің басқа аймақтарында ұмыт бола бастаған бұл дәстүр Қарағанды өңірінде берік сақталған. Жыл сайын мамыр айында өтеді. Әр үйде кемінде 2-ден 10 биеге дейін байланады. Көпке бұйырсын деген тілекпен ауыл жұрты бір-бірін қымыз мұрындыққа шақырады. Осынау айтулы күнді Сүріктау станциясының тұрғындары қайта жаңғыртып, биыл алғаш рет қымыз мерекесін ұйымдастырды. Бұл ұлттық сусынымыз денсаулығымызға, әл-ауқатымызға үлкен күш беретін ұлттық сусынымызды көтеру керек. Ұлттық сусынымызды жасап жатқан кісілерге біз үлкен қолдау көрсету керек бұларға. Бұл кісілерге арнайы сыйлықтарымыз бар, арнайы марапаттаймыз. Шараға келген үлкендер ұлттық сусыннан дәм татып, өз бағаларын берді. Бие байлап қымыз баптап отырғандар көпшілікке оның дайындау тәсілдерін көрсетті. Сатировканың сыртында Ханзе ауыл деген ауылдан келіп отырмыз. Негізі Ханзе деген кісі ертеде өзі қымызбен айналысқан екен. Мен осы жерге көшіп келгеніме 15 жылдай болды. Сол келгелі мен қымызбен айналысып келе жатырмын. Енді бизнес көзі қылдық. Енді қазақтар бұрын шындығында сатпаған ғой, ақты сыйлаған. Қымыз қасиетті киелі зат қой, тағам ғой сусын. Мерекелік шара соңы спорттық жарыстарға ұласты. Білекті жігіттер кір тасын көтеріп, қол күрестіріп, арқан тартысты. Алыс жақындағы ағайын бір-біріне тілек айтып, қуанышпен тарасты. Көктем сайын Алаштың алтын босағасы Ұлытауда да қымыз мұрындыққа арнап этнофестиваль өткізіледі. Көкмайса фестиваль көрмесінде бие байлау, аса үйрету сынды дәстүрлер көрсетіледі. Этнофестивальге елімізде ғана емес басқа мемлекеттерден де қызығушылық танытатын жандар көп. Бұл мезгілде алыс жақын шетел туристері Терсаққан ауылында жиналады. Әр үйдің ауласында ұлттық тағамдардан дастархан жайылады. Шара шетелдіктерге қазақ халқының тарихы мен дәстүрін таныстырудың тамаша мүмкіндігі.